Қайырлы күн достар, бүгін мен осындай керемет чебуректің рецептісімен бөлісетін боламын. Мұнда ең бастысы чебуректің қамыры, ал салмасына өздеріңіз қалаған салманы қосуға болады. Қамырына ең алдымен ұнымызды дайындап аламыз. Содан кейін ып-ыстық қайнаған суға жарты шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық майды қосып, араластырып, қамыр егетін боламыз. Қамырды бетін жауып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қайнатылған жұмыртқа, ұсақтап туралған көк пияз, майонез немесе қаймақ, қара бұрыш және тұз қажет болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырды алып, бірдей етіп бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қамырды жұқа етіп жайып аламыз. Қамырдың жұқалығы пельмен қамырынан сәл ғана қалың болса жарайды. Салмамызды салып, бірінші осылай қолмен жабыстырып аламыз. Содан кейін шанышқының көмегімен осылай жасаймыз. Енді чебуректерімізді қызып тұрған майда 2 беті қызарғанша қуырып аламыз. Екі беті қызарғаннан соң қағаз сүлгіге майын сорғытып аламыз. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Міне, чебуректеріміз дайын. Өте дәмді болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.